Арыс қаласына қарасты Қожа-Тоғай ауылында 50 мың бас ірі қараға арналған бордақылау кешені салынып жатыр. Әрі инвестициялық жобаның бірінші кезеңі аяқталды. Қазір екінші кезеңнің құрылысы басталды. Жобаны жүзеге асыруға мемлекет қолдау көрсетеді. Тілшіміз Жандос Жұмабек мега фирманың жұмысымен танысып қайтты. Орталық Азияда теңдесі жоқ мегаферманың жалпы аумағы 2900 гектардан асады. Қазірдің өзінде шаруашылықта 30 мың мал бар. Қазақы, ақбас, әулиекөл және ангус тұқымды ірі қара өсірілуде. Алып мал бордақылау кешені аустралиялық технология негізінде торлы қоршау әдісімен салынған. Бұл жүйе бойынша мал бордақылау алаңы арнайы секторларға бөлініп, әрбір қоршаудың ішіндегі мал жасы мен салмағына қарай топтастырылған. Жоба мемлекеттің қолдау шаралары мен жеке инвестициялар есебінен жүзеге асуда. Бірінші кезеңде бордақылау алаңын салуға 2,9 миллиард теңге бағытталса, екінші кезеңді іске асыруға мемлекет тарапынан 5,9 миллиард теңге қолдау көрсетілді. Қалған қаржы жеке инвестициялар есебінен қамтылған. Жоба құны 16,2 миллиард теңге. Бірінші этапымыз бітті. Екінші этапымызда құрылыс басталып кеткен. Осы шілде айының аяғынан аяқталады. Август, сентябрь, октябрь айынан бастап закупты бастаймыздан бүкіл жылдың соңына дейін мал толтырамыз. Сатып алатын малдың бәрі бүкіл Қазақстаннан сатып аламыз. Сондықтан бұл мемлекетке, халыққа өте үлкен тиімді, өте үлкен өндірістік цикл құрылады. Кешендегі өндірістік жүйе толық автоматтандырылып, халықаралық биоқауіпсіздік талаптарына сәйкестендірілген. Мамандар малды азықтандырудан бастап ұстау, ветеринарлық қолдау, күйзеліс жағдайын төмендету және өнімділігін арттыруға баса мән берілген айтады. Жем-шөп малдың жай күйіне қарай автоматты жүйе арқылы есептеліп беріледі. Мал азығын тасымалдайтын техникаларда сандық жүйеге негізделген. Жүргізуші алдындағы монитордан тек бақылап отырады. Арғы жақта жем дайындап жатқан кезде де погрузчикте де сол мониторлар тұрады. Қайсы қораға қанша килограмм керек, қайсы рациомен дайындалу керек, барлығы автоматтандырылған, цифрландырылған. Бұл жерде біздің қызметіміз тракторды айдаймыз, ақырдың жанымен жүріп отырамыз. Қалған барлығы цифрландырылған, мониторда көрініп тұрады. Тоқтат дейді, тоқтатамыз, қос дейді, қосамыз. Барлығын техника өзі атқарады. Мұндағы малды емдеп тексерістен өткізетін орындарда толықтай заманауи құралдармен жабдықталған. Сандық технологияға негізделген аппараттар ірі қараға қатысты барлық мәліметті лезде шығарып береді. Бұл скайнер. Мына екі ортадан мал өткен кезде бұл өзіне скайнерлі болады, чип арқылы. Оған салынған вакцинасы туралы салмағы, живой вес салмағын бәрін мониторға шығарып тұрады. Сол арқылы біз қай уақытта не салынғанын біліп отырамыз. Екіншіден, оның сұрауы қай уақытта келетінге шейін біліп отырамыз да. Қазір фермер күніне 20 тоннадан аса ет өндіреді. Оның 20%-ын ішкі нарыққа, қалған 80%-ын Өзбекстан мен Тәжікстанға экспорттайды. Мал бордақылау алаңы толық іске қосылғанда күніне 100 тонна ет өндіріледі. Ол кезде өнім Түркия мен Ауғанстан нарығына шығарылады деп жоспарлануда. Кәсіпкер келесі жылы тәулігіне 1000 бас ірі қара мен 5000 бас ұсақ мал сойылатын ет комбинатын салуды көздеп отыр. Кәсіпорын қалдықсыз өндіріс қағидатына негізделеді. Онда тереңдетіп өңделген өнімнің 100-ге жуық түрі шығарылады. Бұл экспорт көлемін кеңейтуге мүмкіндік береді. Ол жерде мал кіреді, сойылады, ешқандай қалдығы қалмайды. Бәрі өңделіп кетеді. Өзінің ішінде 5-ге жуық кішігірім заводы бар. Қанды өңдейтін, сүйегін өңдейтін, ішек қарындардың өзі ішкі құрыларын өңделетін кішігірім бір завод қойылады. Оның бәрі реттеліп, бұл көрші елдерге экспортталатын болады. Ішкі нарыққа полуфабрикат дайын ғана еттерді алады, мысалы бір асым ет дегенде үйіне барып, қайнатып, бәрін дайындап беретін қылып реттейміз. Жобаның алғашқы кезеңінде 30-дан аса жаңа жұмыс орны құрылды. Кешен толық қуатына шыққанда 100 жұмыс орнына дейін ұлғайтылады. Бұл бастама Түркістан облысының аграрлық әлеуетін күшейтіп, Қазақстанның ет өндіріс саласына жаңа серпін береді дейді мамандар. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Қуаныш Әбуов, 24 KZ, Түркістан облысы.